Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, сіздерді бүгін Шуара сүресімен таныстыратын боламын. Шуара сүресі Құранда 26-шы сүре, және ол Шуара сүресінің қасиеттерін атап өтетін боламын. Достар, бұдан бұрын Фуркан сүресі менен Нұр сүресі шыққан болатын. Егер де сіздер ол видеоны қарамаған болсаңыз, каналыма өтіп қарап алсаңдар болады. Егер де видео ұнап жатса, мені қолдап лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Достар, Шуара сүресін кімде-кім 7 рет оқитын болса, тек қана бір кезек 7 рет оқитын болса, онда Алла тағала Шуара сүресін 7 рет оқитын болса, Алла тағала ол оқыған адамдармен қарым-қатынасы жақсарады, және адамдар оның жақсылығын көре бастайды. Және де Алла тағала оған мейірімін береді бұл адамға. Сондықтан, достар, Шуара сүресін бір рет қана, тек қана бір кезек 7 рет оқу керек, дәретті оқу керек, және бетіңізді қыблаға бұрып, тек қана бір кезек 7 рет оқысаңыз, осындай Шуара сүресінің қасиетіне ие боласыздар. Сәттілік, достар, оқып көріңіздер, ерінбеңіздер, қасиеті өте күшті. Құран сүремен ойнамаңыздар. Сондықтан міндетті түрде оқуларыңызға кеңес беремін. Достар, мына видеом сіздің қателеріңізге жарап, сізге осы сүре керек болып жүрген болса, мені қолдап лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сәттілік.